Ассалаумағалейкум, құрметті Ораны YouTube арнасының көрермендері, әлеуметтік желіні пайдаланушылар. Біздер өзіміздің кезекті түсіріліміміз назарларыңызға ұсынғымыз келіп отыр. Бұл көрсетілімімізде біздер ең бірінші кезекте мына қазақ жастарын қазіргі уақытта кәсіпке үйрету және де ел арасында кәсіпті дамыту, соның ішіне жастардың кәсіпке деген ниетін дұрыстау, баулу, осы мәселені көтеретін боламыз. Жалпы енді әлеуметтік мәселелерді де алып шығамыз. Бұл жердегі жаңағы саяси кейбір мәселелерге қатысты да спикеріміздің пікірін білгіміз келеді. Ал енді бізде қонақта бүгін Бекзат Сәбитұлы, бұрынғы мәдени саланың қызметкері, мемлекеттік қызметте де жұмыс жасаған, ал дәл қазір өзінің кәсібін дөңгелетіп, жаңағы айтады ғой, қоғамға пайдалы істермен айналып жүрген азаматтардың бірі деп. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Беке, былай ғой, мына соңғы жылдар деп айтайықшы, мына тәуелсіздіктің жылдардағы соңғы 10 жылдығында, 15 жылдығында біздің елде мынандай бір үрдіс қалыптасып кетті. Көбі заңгер болғысы келді, көбі тілмәш болғысы келді, аудармашы болғысы келді, шетел компанияларында жұмыс жасап, қомақты қаражат тапқым келеді деген сияқты бір бағытта ниетте жүрді. Мектеп тәмамдағандары бар, басқалар бар. Енді сондай үрдіс жиіледі ғой қоғамда. Ал қазіргі қоғамды қарасақ, аз да болса жастардың кәсіпке деген ниеті, жаңағы бағыты түзеліп келе жатыр. Мемлекетте шама келгенше оған жағдай жасап жұмыстанып жатыр деп есептейсіз бе? Бірінші сіздің ойыңызды білдіріп алайық. Жақсы. Енді бір есімде, бір үлкен кісілердің бір отырыста отырғанда айтатын әңгімелер ғой. Балам, сабақ оқы, оқымасаң ертең милиция боласың дегендей. Бұл одан басқа шаруа болмайды. Одан басқа шаруа жоқ. Бір сол кезде бір мода болды ма, бір сондай ішкі істер органда жұмыс жасау деген сияқты. Мүмкін ең бір оңай жұмысқа кірудің бір мәселесі сол болды ма екен, әйтеуір бір есімде қалып қалған соң. Ең бастысы әскерге барып келсең болды. Әскерге барып келсең болды. Оқымасаң милиция боласың. Енді бұл жерде оқуға болады, мағына сабағыңды оқы, милициядан да жақсы жұмыстар бар. Нағыз оқымай жатсаң милиция болып кетесің деген сөз. Енді бізде қалай мектепте де, мына енді тәуелсіздік алғаннан кейінде де халықты, жалпы балаларды мектепте жаңағыдай сен кім боласың? Мен ғалым боламын. Сен кім боласың? Мен доктор боламын. Мен бәленше боламын. Ғарышкер боламын. Бірақ сол айтқандардың барлығы сол мамандық иесі болмайды. Себебі бала өскенше ол көптеген миында арпалыстар, күрестер болады да, ол басқа нәрсе болып кетуі мүмкін. Мүлде өзіне қарама қарсы 180 градуста айналып кетуі мүмкін. Сондай бір айналып кеткендердің бір сіз сияқтысыз ғой, кәсіпке келем деп ойламадыңыз ау деймін бастапқыда. Ол да мүмкін. Қазір ол жөнінде айта кетемін, уақыт болып жатса. Енді жаңа мәселе бойынша содан мектепте тек қана бір бағытта ғана үйретеді. Сен ертең өскеннен кейін доктор боласың, я дәрігер боласың. Дәрігер болу үшін сен осындай оқуың керек. Мінекей физиканы оқуың керек, мінекей сен мына биологияны оқуың керек деген бір бағытта ғана не береді. Ол қате ма? Баланың миын тек қана бір бағытқа қарай шектеп тастайды болды. Ал негізінде бұл енді қоғамға болсын, мемлекетке болсын, бір жағынан қате түсінік деп ойлаймын. Мына енді ол тек қана мемлекетке тиімді адамды жұмсау. Работа деп жатады ғой, от слова раб. Былайша айтқанда құл. Сен құл болып тек мемлекетке жұмыс жасайсың. Біреудің арманын орындау үшін жұмыс жасайсың. Вот соған дәлелдеп тастайды мектепте. Мемлекеттің мүддесі үшін жұмыстану, ұлтжандылық, ұлттық идеология. Егер кәсіпкер болатын болсаң, оны да жүзеге асыруға болады. Ал енді сіз кәсіпкер ретінде сол ұлттық идеология жалпы ертең қоғамға қажет болатындай қандай жұмыс атқарып жатырмын деп есептейсіз? Енді кәсіпкер ретінде егерде жаңағыдай өзіңнің қалаған дәрежеңе жеткен болсаң, айналаны көп танисың. Енді былайша айтқанда кәсіпкер деген сөздің ішінде көп деген ұғымдар жатыр да. Ол кәсіпкер тек бір затпен айналысу, бір затты сату, содан табыс табу, алып сату. Ондай емес. Оның ішінде сен мына кәсіпкерліктің ішінде сен ең бірінші мына Алла Тағаланың берген нығметін көруің керек көзбен. Мына жердің ішінде болып жатқан ғажайыптарды, Алла Тағаланың берген бізген кереметтері көп. Соны бірінші көру керек. Мына ой-өрісті дамыту керек. Адамның білім алу керек одан кейін. Ең бірінші білім алғаннан кейінгі адам ой-өрісі өзгереді. Өзгергеннен кейін бар көзқарасы, адаммен сөйлесуі, кімге не керек,
бұл өмірде өзің миссияң бар. Өмірге адамдарға қалай жасауың керек, мына енді Алла тағаламен қалай байланыс жасау керек, оның барлығын осы кәсіптің ішіне кіргенде, бір сөздің ішіне кірілгенде, яғни білім мына сені көптеген дәрежелерге жеткізе алады. Ілім ғылым дейсің. Иә, ілім ғылымның ішінде. И соны көре отырып, ары қарай өзің дамытқаннан кейін, мына қоғамға өзің автоматически былайша айтқанда, бірден өзің қай жер дұрыс болмай жатыр, соған уже дұрыс көзқарасыңды бұрып, көмек керек жерінде көмек, жасау керек жерінде жасайсың, бармайтын жеріне бармайсың ба? Алла тағала дегеннен шығады ғой, пайғамбарымыздың өзі айтқан ғой, кәсіппен айналсыңдар, кәсіпте береке бар деп. Ал енді мына жастардың ішінде кәсіпке кіріскен кезде, бастапқы кезде енді бір жаңағы құлшынысы көп болады, ертең бай болам, беделді болам, бір Мерседес Майбахқа мініп жүрем, көзімнің жүргізушісі болады деген бір қияли ойлар болады. Жалпы мына бай болудың негізгі мақсаты неде болу керек? Себебі тек қана қарын тойдырып, өзіңнің ғана рахатыңды ойлау ма, әлде өзің тұрған жерге, елге деген шарапатың тию ма? Дұрыс, негізі көп қойылай бермейтін сұрақ. Бұл осыған былай жауап берейін, мысал ретінде жауап берейін. Негізі байлықтың бай адамдарды алайық, бірден бай адамдарды алайық, олар не істейді, неге олар бай? Себебі олар сүйіктісімен айналысады. Олар білімін алды, әлемнің кереметтерін көрді, ойын өзгертті, сосын өзінің сүйіктісімен айналысады, яғни бір нәрсемен айналысады, сондықтан бай. Басқа ештеңе басын қатырғысы келмейді олар. Қатырмайды. Оған қатыратын адамдар бар. Ал кедей не істейді? Тезірек байып кетсем, бір нәрсені тауып алсам екен, аяқ астынан бір жақсы нәрсені тауып алсам екен, осыны ақша қылсам екен, тезірек байып кетсем, машина алсам, квартира алсам деп, өзін сондай керемет нәрсеге итермелейді де, сөйтіп бір нәрсені тауып алады, зерттелмеген нәрсені тауып алады да, сонымен айналысады, ақша салады, ақша сонда құрдымға кетеді. Шикізатпен. Иә, ақша сонда құрдымға кетеді де, сонымен адамның мына мышление ғой, ең басында мына ойлау өрісі. Содан басталады. Ал негізі жаңағы мына кедей адамның ойлау деңгейі, жаңағы мен айтқан, ол исламда да қарама-қайшы. Алла тағала не дейді? Алла тағала айтады, мен байлықты сабырға берем дейді. Егер сабырлы бола білсең, яғни байлықтың өзі жаймен келе береді. Сабырдың да ішінде екі пункті бар, былайша айтқанда, ең бірінші күте білу, екінші шыдамдылық, яғни төзімділік. Яғни ризықтың қайдан келетінін білмейсің сен. Ал енді мына қазір жастарды айтып жатырмыз ғой, мана бір сөзіңізде алып сату мәселесін айттыңыз. Иә, ол 90-шы жылдарда бәлкім актуалды болған болар. Дәл қазіргі уақытта қазақ қоғамына, соның ішіне жастарға мына инновациялық технологияларды игеру, біздің неге телефондарымызда бір адамдарға қажетті қосымшалар жоқ, керек. Мысалға бірдеңе іздеген кезде өзіңізді білеміз, сіз осы қазақстандық отандық өнім телефонға жүктелетін қосымшаның жұмысын жүргіздіңіз. Go-сауда ғой? Go-сауда. Былай қарап тұрсаңыз, өте қазақы, сауда деген аты бар, өзіміздің елдегі жігіттердің жасап отырған дүниесі. Неге сондай нәрселеріміз аз? Такси болсын, басқа бір нәрсе жеткізіп тастайтын логистикалық мәселелерде мысалға неге қосымшаларымыз жоқ? Неге біздер көп жағдайда шетелдің жаңағы бағдарламаларын әкеліп жүктеп, солардың көмегіне жүгінеміз? Енді біріншіден бұл IT технология. IT технологиямен Қазақстан енді міне дамып жатыр. Біздің министерство Бағдат Мусин келді. Сол кішкене жаңа инновацияларды кіргізіп жатыр. Дегенмен жеке кәсіпкерлердің арасында ондай нәрселермен айналысқысы келетін адамдар аз, себебі бұның нишасы өте үлкен, IT-дің, және ауыр болып келеді. Енді соған қарамастан, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, Go-сауда үлкен платформа. Бұл деген ішінде көптеген шетелден келген OLX, Озон, Wildberries, былайша айтқанда жаңа мына Pinduoduo қазір заказ беретін Қытайдан. Сол сияқты дүние үйден отырып тапсырыс беретін дүние. Соны неге жасамасқа? Қазақтың осы жас жігіттері, кәсіпкер жігіттері айтқанымыздай неге жасамасқа? Иә, неге жасамасқа? Сөйтіп басып кірісіп кеткен болатынбыз. Көз қорқақ қол батыр дейді ғой. Әрине қорқыныштар көп болды. Онымен деген кедергілер де көп болды.
ең бірінші кедергі жаңа сөзіңізге, сұрағыңызға жауап, мемлекеттің өзі қаламайды екен. Ондай да бар. Шындығында. Ол енді бұл ескі Қазақстанның еншісіндегі дүние деп ойлаймыз. Енді жаңа Қазақстанды шама келгенше жүзеге асыратын болар. Енді сіздер сосын тек қана елде емес, сіздер шетелмен де жұмыстамасыздар. Енді бұл жерде айта кетейік, енді Қазақстанның ішінен де көтеріле алмаған жағдайда біздер шетелге өзіміздің платформамызды кіргізген болатынбыз, заңды түрде сол жаққа. Енді неге олай істедік? Себебі мына жақтан табыс таппай жатқан кезде шетелден мүмкін оборот айналып, енді екі елді байланыстыру біздің мақсатымыз. Сол жақтан түскен пайдамен осы қазақстандық отандық өнімге табыс кіргізу, яғни мемлекетке табыс кіргізу. Сол арқылы мемлекеттен біздің Қазақстан мемлекетін шетел танитын болады. Себебі діңгегі осында ғой дейсіз. Иә, діңгегі. Ал енді Түркия мен Өзбекстанмен жұмыстанып жатсыздар, нәтиже бар ма? Әрине бар. Қазақстанға қарағанда жақсырақ па? Әрине, сауданың дамыған жері Өзбекстан, Түркия. Ол жақтан біздің Қазақстанның азаматтары сол жақтан товар алған жақсы көреді. Сапалы өнім алғысы келеді. Сосын бұл түбі түрік елдерінің байланысын нығайтуға да жақсы. Әрине, өзара сауда, мәдениет, әдебиет деген сияқты, иә? Дәл. Енді соған байланыс жасалған нәрсе, бұл енді әлемді жаулаймыз деген өзіміздің арманымыз негізінде. Енді бұл жерде тек бір кішкене ішін қынжылатыны, мемлекет тарапынан үлкен көмектер жоқ. Шетелден келген платформалар, шетелден келген жаңа айтып такси неге жоқ? Неге шетелдің дүниелері, олар өздерінің баядан бюджетімен келеді, осы жаққа салығын төлейді бір азғантай, бірақ жоғарыда отырған көкелерімізбен мүмкін бөлісетін шығар. Енді ол жағын дәл кесіп айта алмаймын. Өзіміз барған уақытта президентке де біздер хат жолдадық, министерствоның алдына да бардық. Барған уақытта жаңағыдай тепкен доптай, сен мұны әкімге бар. Бұдан кейін ол әкім жаңа орынбасарына, орынбасары аудандық әкімге, сөйтіп жергілікті сонымен шаруа. Ақыр соңында ауылдан бір шықтық дейсіз. Шешілмей қалды. Жақсы, мен ойлаймын, жаңа айтып отырсыз ғой, менімен аттас Бағдат Мусиннан біраз үміт көп деп. Бұлай енді қалай әлеуметтік желіде сынап жатса да, бір ойы, бір айтары бар жігіт сияқты. Бәлкім бір жерлерде қисынға келмей қалып жатқан болар. Бұл енді жаңа айтамыз ғой, ептеп жайлап барып түзелетін дүние болар. Себебі жаңа үмітсіз шайтан дейді, барлығымызда үміттіміз ғой, қай жағынан да қоғам жақсарады деген. Мына қалай ойлайсыз, енді бір аздап саясиланған сұрақ болуы мүмкін, бірақ дегенмен де біздің қоғам қазір жайлап болса да, ептеп болса да жаңа технологияларға, жаңа кәсіптерді игеруге қадам басып келе жатыр. Иә, 30 жылдың ішінде жаңағы көп деген бір тыңнан түрен жасап, бір аспаннан салбырап түсетін үлкен дүниелерді іске асыру оңай болмас, бірақ дегенмен де тырысып жатқан әрекеттерді көреміз. Жалпы мына қаңтардан кейінгі Қазақстанның деп айтайықшы, сосын жаңа сайланған президентіміздің бастамалары, реформалары, мына елдің ойлау қабілетін, түсінігін өзгертуге бағытталған жұмыстар ертең іске асады деп ойлайсыз ба? Әсіресе осы жан-жақты даму жағында. Әрине, енді мемлекет қандай да бір іс бастаса, оны тыңғылықты зерттеп барып жасайды. Себебі бір адам емес жасайтын. Қанша сол жерде көмекшілері болады, осының арнайы өзінің мамандары болады. Солармен ақылдасып келіп жасаған үлкен стратегия болуы мүмкін. Мысалға біз өзіміздің кішкентай ғана бір компанияның стратегиясы алға 50 жылға стратегия ойлап, соның 10 жылдығымен ғана жүріп бастадық. Алғашқы. Яғни жылдар өткен сайын ол инновация өзгере береді, әртүрлі нәрселер келе береді. Түрлі жағдайда болып қалуы мүмкін. Иә. Сондықтан да сол алдағы стратегия бойынша жұмысаймыз. Енді дәл сол сияқты мына мемлекеттің де өзінің алға қойған өзінің жоспары бар, өзінің мақсаты бар. Сол бойынша жұмыс жасап жатыр. Енді әрине үлкен үміт күтеміз. Ал енді жаңағы айтып отырмыз ғой, технологияларды дамыту керек, жастар талпыну керек, басқа бір инновациялық жобаларға талпыну керек деп. Бірақ көп жағдайда бізден шығып жатырған жақсы технолог мамандар, инженерлер неге көп жағдайда шетелге кетіп қалып жатыр? Елімізде әлі де болса лайық бағасы берілмей отыр ма ол жігіттерге? Енді менің айналамда жақсы маман иелері бар, мен танитын. Әрине, жаңа өзіңіз айтқан, көбісі шетелге кетіп қалған. Неге? Себебі бізде қалай, жаңа мен алдыңғы сөзімде айтып өткен болатынмын, өзіміздің жергілікті дүниені қолдамаймыз. Яғни мемлекеттің өзі қаламайды.
неге осы қазақтан шыққан жоқ дүниені енді толыққанды қаламайды деп айту дұрыс па әлде мүмкіндік жасай алмай отыр деп айту? жасай алмайтын болады. Дұрысырақ сол мүмкіндік жасай қаламады деп алмайды. айтсақ себебі қаламады десек президент көп жағдайда айтып жатыр мынаны жандандыру керек, іске асыру керек, бірақ енді ол тек қана бір жалғыз адамға жүктеліп қойған міндет емес қой. Онда сала бойынша жауапты мамандар болу керек. Олар өздеріне сәйкесінше я жауапты қарауы мүмкін, я жауапсыз қарауы мүмкін. Ол да сол іске аспай қалып жатады деген ғой. Мәселен мынадай нәрсе айтайын, мысал ретінде. Жақсы білгір маман, менің жақсы араласып жүрген жолдас жігіт, яғни өзінің деңгейін білет, өзіне баға қоя алады. Менің жұмысымның айлық табысы 3 миллион. Егер 3 миллион төлей алсаңыз, мен мемлекетке де болсын, жеке компанияларға болсын сөйтіп айтады. 3 миллион ай сайын маған төлей алсаңыз, мен сіздің жұмысыңызды атқара аламын дейді. Ал енді мемлекет оған қарсы. Жоқ, мен сізге 3 миллион бере алмаймын дейді. Оны жеке компаниялар алып кетеді, болмаса жеке компания шетелдегі өзі жаңағы өзінің резюмесін шетелге жібереді, шетел оны қуана қарсы алады. Себебі шетелде 3 миллионды төлеу біріншіден оларға оңай, аз ақша, екіншіден ондай білгір маман оларда жоқ. Мынау айтады ғой, 10 білімдіге бір білімсіз басшы болса, бүкіл бәрін құртады. Жарайды дейсің ғой. Иә. Бір қарымайды, бір құмалақ шіртеді деген келе ма қазақтың? Сол дәл сол. Мына білімді азамат шетелге барады да, білімсіздерге білім береді. Яғни біздің мықты білімді жігіттер, қазақтың азаматтары барады да, шетелдің білімсіздеріне беріп, шетелді дамытып жатырмыз біздер, былайша айтқанда. Ал енді сонда алдағы 10-20 жылда біздің елден де Стив Джобс, Илон Маск сияқты мықтылар шығатынына сенесіз? Әбден мүмкін, неге шықпасқа? Шығады. Шығып та жатыр. Біздер көрмей жатырмыз, байқамай жатырмыз, елемей жатырмыз. Иә. Ал енді мына ұлтшандылыққа қатысты сөз қозғайықшы. Жалпы енді мәдени салада қызмет еткен адамсыз ғой. Жаңағы Өзбекәлі Жәнібек деген қазақта бір мықты болған. Кезінде Кеңес одағының қылышынан қан тамып тұрған кезінде де қазақтың мәдениеті, өркениеті даму керек деп әрбір жерден ескіріп қалған, еленбей жатқан қазақтың мәдениеті мен дәстүрін, салтын, барлығын алып жүрген азамат, мәдени саланы басқарған. Сол кісі ең бірінші кезекте халықтың мәдениетін ояту керек деген позицияда болған екен. Себебі ұлттық мәдениет, тәрбие, дәстүр жаңғырмаса, елде не экономикалық, не басқалай жағынан дамулар болмайды деген пікірде болған екен. Сіз сонымен келісесіз бе? Әрине келісемін. Не істеу керек ол үшін? Енді айтады ғой, жігіт егер ер азамат өзінің алдағы мақсатын айқындай алмаса, өзінің мәдениетін енді айқындай алмаса, ол одан үлкен ел шықпайды дейді. Яғни ол елдің қатарына қосылмайды деген сөз. Ол азамат. Сондай азаматтар көп болатын болса, үлкен ел жасау болады. Мақсаттың ішіне не кіреді? Өзінің мақсатын айқындау үшін. Оның ішіне мәдениет те кіреді. Оның ішіне армандар бар. Оның ішіне жаңағы мына саяси дүниелер де кіреді. Барлығы да кіреді. Яғни бәріміз қазір армандаймыз. Арманның ішінде құр үйім болса екен, құр машинам болса екен демейміз. Біз шетел шықса екен, осы бір жақсы жерде жұмыс жасасам екен деген сияқты, үйде жатып демалсам екен деген сияқты емес қой арман деген. Бір ауқымды бір дүниелерді армандаймыз. Осы арманның ішінде пункттар көп те, соның ішінде осы мәдениет ең бірінші орында тұрады десек те болады. Ал енді арман туралы айттыңыз ғой. Сіз нені армандайсыз? Енді армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді. Дегенмен де армандарды былай жекеге бүйтіп жариялап айтатын нәрсе емес негізі. Бірақ енді ең ұлы арманым, ең бірінші арманым, мана өзіміздің Қазақстанымыз әлемге әйгілі. Қазақстанымыз қазақ деген уақытта бүкіл әлем елең ете қалатындай бір сондай жағдай болса екен деген бір үлкен арманым сол. Ал елдің ішінде ең мықты, ең үлкен кәсіпкерге айналасыз дейік. 15 жылдан кейін, 10 жылдан кейін. Не істейсіз сол кезде? Қыруар ақшаңыз бар. Қолыңызда, қарамаңызда жүздеген адамдар жұмыс жасайды. Қайда жұмсайсыз ақшаны? Енді ел үшін туады, ел үшін өледі дейді. Жалпы кішкентайымыздан көрген тәрбиеміз бар, алған біліміміз бар, ортамыз бар.
мына кәсіпкерлердің арасында да айтылатын әңгімелер бар. Жаңа біздер айтып жатырмыз, жалпы мына миллионерлер клубы дейтін бар бізде, клуб миллионеров. Солардың құрамына кірген уақытта ол жақта да үлкен жиналыстар, жиындар, ой пікірлер болып жатады. Сол кезде біздің армандарымыз ортаға салынған болатын. Біздің ең бірінші жаңағыдай миллионер болған кездегі ең бірінші жасалатын жұмыс ол тек қана елге қызмет ету. Қандай? Яғни қазір не салынып жатыр? Мемлекет тарапынан бұрын 100 аурухана, 100 мектеп болды ма? Дәл сол сияқты сол үрдісті жалғастырамыз. Яғни мына кәсіпкерлердің арасынан тек қана бір адамның арасынан, именно осындай бір одақтың болмаса кәсіпкерлердің арасынан жасалған мектеп, әрбір жетпей жатқан жерлерге мектеп, мешіт мейлінше, аурухана барлығы тегін. Мен тағы осы кәсіпте жүрген бір досым бар. Анасы қатерлі ісіктен қайтыс болып кетті. Енді ол арманы сол. Мен енді үлкен осы соған жетіп жатсам, мен соған жетемін де дейді. Және соны ашамын дейді. Қазір соған байланысты жұмыс жасап жатыр бұл. Кішкентай ғана клиника ашып қойды қазір. Енді үлкен қылып, соны ауқымды қылып, халыққа тегін осы қатерлі ісікті емдейтін клиниканы жасаймын деп отыр. Яғни әркім өзінің басына түскен Алланың сынағына қарай сол ауруды жеңу үшін жұртқа көмектесем, анама көмектесе алмай қалдым екен, ендігі кезекте халыққа көмектесейін деген ой болу керек дейсіз. Бірақ енді кәсіпкерлердің бәрі олай ойлайды деп тағы айта алмаймыз, солай ғой? Енді әркім бірінші айтады ғой, бірінші өзің дейді. Ақшаң болатын болса бірінші өзің, екінші туысқаның, яғни әке шешең, одан кейін бар бауырларың. Отбасына деген жанашырлығы бар адам ертең қоғамға да жанашырлық танытады деген ойдасыз ғой. Ал енді жақсы, қазір енді жаңағы бағдарламамыздың басында кәсіп таңдауға қатысты мәселе көтеріп едік. Жалпы жұрттың бәрі кәсіпкер болып кете алмайтыны енді ол айдан анық. Бірақ жұрттың бәрі юрист, жұрттың бәрі аудармашы, жұрттың бәрі не алдып айтамыз тағы, қандай мықты позициялар бар еді бізде. Мұнайшы, инженер мықты болып кетеді деп тағы айта алмаймыз. Жалпы мына мамандық таңдауда біздер көп жағдайда қателесетін сияқтымыз. Жастарға насихат болсын. Бәлкім, неден қате жібермеу керек? Жақсалы ертең бірсі күн 11 бітіреміз деп отырмыз. Енді қатеге әр жас бой жеткен болсын, бозбала болсын, ол ең бірінші орта таңдай білу керек өзіне. Кіммен араласады? Иә. Енді үйден келген тәрбиеден басталады көп нәрсе. Дегенмен ортаны қалай таңдайсың, сол бойынша сен ары қарай өзіңнің неңді алып кетесің ғой. Сен әлгі орыстың мақалы сияқты ма, әлгі досыңды көрсет, кім екенін айт, мен сенің кім екеніңді айтамын. Дәл солай, енді содан басталады. Енді ортасы түзеу адам, яғни былайша айтқанда, орысша айтқанда толковый әңгімелер жүрген жерде адам өзі соған толковый адам шығады. Иә, толковый адам шығады. Оған бір айтқан кезде түсініп алады да. Енді мамандық таңдау әрине біздің мемлекетке керек. Жаңа сіз айтып отқан мұнайшы да керек, дәрігері де керек, жақсы маман да керек, жақсы жаңағыдай милиция жігіттер, полиция қызметі де керек деген сияқты. Бірақ бәрі адалынан болатын болса, жаңағыдай біліммен келеді көп нәрсе. Адалынан болатын болса, ол мемлекетімізді дамуға да жақсы, и ол сол жерде жүріп кәсібін де жасай алады. Бәрін үлгеруге болады дейсіз. Бәрін үлгеруге болады. Ал енді жаңа айттыңыз, егер байысам аурухана салар едім дегенге келтірдіңіз. Мектеп салар едім дегенге келтірдіңіз. Жалпы енді байыған адамдардың да сондай іспен айналысқан жақсы деген пікірде ой бөлістіңіз. Соның ішінде мешітті айтып кеттіңіз. Қазір қоғамда бидей айтып жатыр, жаңағы сендер мешіт салғанша неге мектеп салмайсыңдар? Мешіт салғанша неге аурухана салмайсыңдар? Жалпы қоғамға мешіттің қажеттілігі көп болғандығының маңызы неде? Енді адам рухани азығы толық тойған болатын болса, бұл айналаға үлкен істерді атқаруға кәдімгі септігін тигізеді. Ал бұған әкелетін ең бірінші фактор бұл? Бұл енді имандылық, әрине. Енді былайша айтқанда мен осы жақында Түркия мемлекетінде болып қайттым. Каждый көше, әрбір көшелерде мешіт, яғни бір мешіттің азанның дауысы қай жерге дейін естіледі, сол жерден тоқтатып екінші мешіт салып кете берген ғой. Яғни кәсібі сәйкесінше дамып жатыр. Иә, кәсібі дамып жатыр. Яғни қай жерде жаңағыдай иманы берік адамдар, бір-бірін алдамайды,
оның артынан үстемақы көп қосылмайды деген сияқты бір-біріне жылы сөйлейді. Бұның өзі бір үлкен мәдениет. Әрине. Ал бұның барлығы тек қана дінмен келе ме? Енді Көп жағдайда ма? көп жағдайда мына исламның өзі, негізі бұл енді талқыласақ өте ұзақ әңгіме болады. Қысқаша. Исламның өзі, былайша айтқанда, осы не ғой? Сауда ғой. Сауда, білім, исламның өзі тек қана сіздің Құдайға ғана құлшылық ет демеген исламда. Сен адамға жақсы қарым-қатынас жаса, өзіңді түзе, Аллаға деген көзқарасыңды түзе. Адамға деген Қаза жүр. Бұның ішінде көрдіңіз бе? Исламның ішінде көптеген нелер бар. Вот соған байланысты енді ішінен керегін алады ғой әркім. Қазір енді жақсы дін дегенде енді айтып кетіп жатырмыз ғой, енді осы жерден сәл тарқатып айтсақ. Қоғамда дінге сенуші жаңағы Алласының аузында 5 уақыт намаз бар жігіттер мен қыздар көп. Асыра сілтеп, асыра діншілдікке салып атқандар да көп. Әлеуметтік желі TikTok'та ашып қалып жатсаң, орамалсыз қыздар айтпаған сорақ сөздерді орамалды қыздардың да айтып жатқанын көріп жатырмыз. Тап енді бұл жерде бір жаңа дінге байлап қоятын еш нәрсе жоқ, себебі айтады ғой, дін таза, адамдар әртүрлі деп. Бірақ қоғам соны әсіресе жаңағы әйел адамдарға қатысты жағдайларда дұрыс түсінбей жатыр деп есептеймін. Соның ара жігін ашып, жаңа айтып отырсыз ғой, иә, сіз дінді таныған адам ретінде сен қоғамға қиянат келтірмедің. Мұсылман деген кім деген кезде біреуге не тілімен, не қолымен зияндық, физикалық та зияндық келтірмеген, тілімен де зияндық келтірмеген адам деп айтып жатамыз. Жастарға діни бағытта егер тәлім тәрбие алғысы келсе, қайда барған жөн? Көп жағдайда біздер әлгі интернет, басқа жерлерден білім алуға тырысып жатқан жастар бар. Я болмаса бір қисық идеологияларға ілесіп кететіндері бар. Осы бір мешітке барып, имамдардан сұраңдар дейтін адамдардың да аздығынан болар деп есептеймін. Сіз қалай ойлайсыз, қайдан алуға болады дұрыс діни ілімді? Енді мына жерде қалай мектепте айтпайды мысалы. Әке көрген оқ жонар дей ма? Енді барлығы айтып кетті.